Алтай Сейдірова. Құрметті Бақытжан Әбдірұлы, құрметті әріптестер, 2018 жылы қаңтар-тамыздағы өнеркәсіп өнімдерінің өндірісі 1 триллион 618 миллиард теңгені құрады. Соның ішінде өңдеу өнеркәсібі көлемі 119 миллиард теңге құрап, 9,7%-ке өсті. Өнеркәсіп өндірісінің нақты көлем индексі 97,2%-ті құрады. Жер астындағы су мөлшерінің жоғары болуына байланысты ұңғымалар өнімділігі төмендеді. Негізгі капиталға салынған инвестициялар 231 миллиард теңгені құрап, 7,4% өсім байқалады. 290 мың шаршы метр тұрғын үй іске қосылды, немесе 8,3% өсім бар. Ауыл шаруашылығы жалпы өнімі 76 миллиард теңге өндірілді. Көктемгі ылғал төмен болуына байланысты өсімдік шаруашылығы 1,7%-ке төмендеді. Сонымен қатар мал шаруашылығы 3,6%-ке өсті. Инфляция 102,7% құрады. Жергілікті бюджетке салық түсімдер және басқа да міндетті төлемдер болжамы 111,6%-ке орындалды. Баяндама аяқталды. Рахмет. Алтай Сейдірұлы, осы 7 айдың көлемінде жағдайды түзетемін деп шара қабылдаймыз деп айтып келдіңіздер. Қазірде айтып отырсыз, қысқа ғана бәрі жақсы, жағдай жылдың соңында жөнделеді деп. Жөнделген жағдайды көріп отырғанымыз жоқ. Ауыл шаруашылығы да солай төмен, ауа райына байланысты деп айтып отырсыз. Ифопром продукции жылдың басынан бері өзгеріссіз. Былтыр өзіңіз білесіз, елбасының жолдауында айтылған экономика өсуінің жаңа моделі деп. 1,5 жылдың ішінде қандай жаңа модель кіргіздіңіз? Газдан тәуелділіктен кету үшін бір қандай өзгеріс бар? Алдын ала көріп біліп отырсыздар. Осының бәрін болжап бір шаралар дайындауға болады ғой.